Сәлем құрметті көрермендер, Әсемгүл каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Әсем. Бүгінгі түсірімде де сіздерге көптен бері көрінбей кеттім. Онда бір себебі бар. Бүгін түсірімде де уже 2021 жыл уже басталып келе жатыр, Алла бұйыртса. Бірақ та енді қанша дегенмен уже егетін кейбір гүлдердің егетін түрлері бар. Осы уақытқа дейін мен кішкене көп ертерек екпеуге тырыстым. Бірақ та бір гүлді міндетті түрде ертерек егемін, себебі оның өсуі жай. Соның бірі сіздерге айтайын, дихондра жаңа тұқымы. Дихондраны кейбіріміз білсек, кейбіріміз білмейтін шығармыз. Ол қарап тұрсаңыздар, міне. Бұл мындай түсті, яғни жасыл түсті емес. Кәдімгі қоңырды немесе қара түсті, мына сыртта тек оболочкасы, яғни бұл жаңағыдай қорғауға деген жаңағы защита сияқты, в общем, қорғайтын жаңағы оболочкасы сияқты қияларда болады, сондай. Сенесіңдер ме, сенбейсіздер ме білмеймін. Бұл тұқымда мен арнайы Қытайдан алдыртқан болатынмын. Осыдан 2 жыл бұрын. Қазіргі кезде Қытайда тұқымдар сатпайды. Ол себебі не екенін білмеймін. Көп адамдардың арыздануы бойынша шығар. Себебі көп нәрсе сол суреттеуде болмайды. Сол себептен көп адамдардың арызданған бойынша тұқым шығармайды деймін. Мен сол кезде алғанмын, барлығы толып тұрған болатын. Өте. Мен де басында қызығып жаңағыдай шығарма шықпай ма білмеймін, бірақ қызығып алдым. Бірақ айтайын сіздерге, дихондра кәдімгідей түрде шығады, бірақ бұл дихондраның 2 түрі болады. Біреу жаңағыдай цинарай сияқты серебристі түрі, яғни күміс тәріздес, және де жасыл түсі. Бұл жасыл түсі шынымды айтайын, действительно кәдімгі сенгенде суреттегідей болып шықты. Енді қайттан алайын ба десе, ол уже жоқ. Болса да кейбір тұқымдар өте қымбат. Кәдімгі біздің тұқымдардан қарағанда өте қымбат, лучше өйтіп алмаған жақсы. Сол себепті менде қалғаны тұр, міне. Осы ой холодильникте алдым. 1 жыл бойы холодильникте тұрды, себебі тұқымдардың жалғыз бұл емес, жалғыз тұқымдардың барлығы холодильникте тұрса, салқын жерде, соғұрлым олардың өсу жаңағыдай тұқымдарының өсуі өте күшті болады. Сол себепті холодильникте менде холодильникте тұрды. Барлық тұқымдардың, енді гүлдердің тұқымдары менде осылай холодильникте тұр. Жай әдемі сіздер көрсетейін, мына жерде тесіп саған мән бермейді, жаңа осы тесіп алдым. Мынаның астын тесем деп, астынан өтіп қараңыздар. Алақанымнан кесіп кетті, бірақ бір жақсы жері жоқ, қанаған жоқ та, бірақ іші тесік болып тұр, енді бітеп тастау керек. Мынадан өтіп кетті, такой степени сондай. Енді бұны ең бірінші не істейміз? Дихондра өте жай өсетін жаңағыдай гүлдердің бірі. Гүлдер болғанда бұл гүл деп те саналмайды. Сурет міндетті түрде өзімнің түсірген суретім бар, және де интернеттен алған суреттерді көрсетемін. Жапырағы өте анай дөңгелек тәріздес, өте күшті, әдемі, және де ұзынша болып жерге қарай түсе береді. Кішкентай кашок тексеңіз, соғұрлым ол жерге қарай жаңа сарқырама сияқты өте әдемі болып тұрады. Мен қызыққа тек шелекке өсіріп көрген болатынмын. Сол шелекке олар бүйтіп өздері қонып жаңағыдай жабысып, сол жерге тамырланып, жабысып, сөйтіп табырлап, сөйтіп қаптап кеткен. Біреуінің өзі қанша деген шайқайды. Енді сіздер қараңыздар, мен мына арнайы мед ыдысын алдым. Енді мына жерде мына фитоспорин деген бар, сол фитоспоринмен салдым. Так, бірінші шашып шығайын. Кез келген дүкеннің топырағы мынау. Және де міндетті түрде міне қар болса, қармен сүттерін салып тастауға болады. Кез келген гүлдер егердің алдында. Немесе мен көріп тұрсаңыздар, шкафтан шығып тұр. Міне ыссы су бар, сол ыссы сумен қиып шығамын. Ыссы су жаңағыдай оболочкасын сындыруға өте қажет. Дихондраны ертерек осындай уақытта еккен жақсы, өте жай шығады. Дальнейшем егер нормально шығып жатса, онда көбейтіп алуларыңызға да болады. Енді міне ыссы келіп тұр. Енді жайлап мен қазір бір 5 штугын бар ғана егетін боламын. Қазір көрсетем. Енді уақыт қанша дегенмен әлі кішкене ертерек болса да, мен уже егіп қалған адам уже қайтеді еге бергісі келеді екен. Сол себепті мен қазірге бастап осын егіп көрсетейін деп жатырмын. Міне қараңыздар. Мен біреуін осылай 2, так, 3, так, 4, 5, міне араларын ашықтан жақтап жатырмын. Қанша деметтен отырғызғанда, так, 6-ын отырғыздым. Енді қараңыздар, мыналарды кішкене қозғап көрем, себебі езілу керек мыналар. Қазір көрсетейін. Әлі езілмей тұр қазір.
шашып әбден езіп аламыз. Себебі езбесеңіздер оболочкасы шықпайды. Кез келген тұқым, ол петуния болуы мүмкін. Тағы қандай тұқымдар бар осындай оболочкамен тұратын. Қиярларды да осылай кішкене езіп алған жақсы. Мына кішкене несі қатты өте. Анау-мынауға жаңағы не істеп болмайды. Хотя бы бір шетін қозғап жіберсеңіздер. Одан кейін уже міне көрдіңіздер ме, көк түсі. Көк түсі ақ болып жаңағыдай кетіп жатыр. Яғни краскасы. Гүлдерде болса бұндай дымды етпейді. Ал міне көрдіңіздер ме, міне алдым сіздерге. Яғни ішінде тұқымы сұры. Міне. Қараңыздар. Келесітін солай. Енді міне. Бұларды бүйтіп салып шығамыз. Яғни бір ара қашықтығы. Так, бір сантиметрде міне көрдіңіздер ме, барлығы езіліп уже. Езіліп жатыр. Енді кішкене осылай салып бүйтіп. Міне. Ішінде өте кішкентай. Осылай тек салып шығамыз. Болды. Енді тағы да осылай бір рет кішкене тағы да сіңдіріп шашамыз. Бұнда мықты көпшіліктің жер жоқ, себебі жаңағыдай көктеп базданып кетуі мүмкін, сол себепті. Ендігі кезекте бетін жабамыз. Мына жеріне де бірдеме қойып жүру, себебі ауа келмеуге тырысу керек, енді 1-2 күн. Яғни жылы жерге желательно жаңағыдай батарейканың ас жағына бірақ мықты күйіп кетпейтіндей жерде тұру керек. Міне қараңыздар, мен мына жеріне пока ценникті істеп қойдым. Әзірге керек кезде осы жерден аша қойып, жаңағыдай ішінде мына жер қатты. Қазір батарейканың қасына қоямыз. Қойған кезде әбден шыққан шейін қараймыз. Егер барлығы шығып болып жатса, онда жарық жерге жаңағыдай терезенің алдына немесе арнайы жарықтың астына қойғаныңыз дұрыс. Себебі пештің қасында болсын, или жаңағы газдың қасында болсын, өте тез созылып кетеді де. Сол себептен өте ұзын өсуі қиын. Егер алам десеңіз, міндетті түрде тұқымы бар. Менде запаста тағы да алам десеңіздер, Instagram парақшасына жазсаңыздар болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда егудің көкесі енді болады бұйыртса. Жаңадан видеолар үнемі салып тұратын боламын, себебі уже егудің науқаны басталайын деп жатыр. Сол себепті де жаңағыдай қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі жаңа видеоны қарап отыру үшін. Сау болыңыздар.